Армысыз құрметті көрермен, бұл соққы лайф YouTube арнасы, және біздің арнамызда жаңа формат. Мен бұл формат аясында досымды арнама шақырамда, сол досыммен футбол жайлы әңгімелесем. Демек, бұл екі дос футбол жайлы әңгіме айтады деген бағдарлама. Бейне бір сұхбат сияқты болады, дегенмен біз футбол жайлы көбірек әңгімелесеміз. Ерсін Ерік, қош келдің. Рахмет, Әлімжан, қош көрдік. Қош келдің болғанда, Ерсін негізі Астанада тұрады, Алматыға ары шақырдық, бері шақырдық, қонақ үй дедік. Бизнес квартирасы дедік, болмады, үлгере алмай жатырмын деп, сондықтан біз арнайы Астанаға келіп, Ерсінмен бірге міне бірінші бол студиясына түсіріп жатырмыз. Достарымызға бірінші болға да рахмет айтып кетейік осы жерде. Жігіттер, соққы лайф YouTube арнасындағы барлық шығарылымдардың демеушісі фондағы достарымызға рахмет айтамыз. Төменде сілтемесі тұр, кіріп, тіркеліп, фондағы достарымыздың атынан тамаша сый ала аласыздар. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ереке, неге уақыт жоқ? Бірінші кезекте негізгі жұмыс Қазспорт арнасында, Астанада. Екіншіден енді отбасымда осы жақта. Және үшіншіден бұл жерде Фон Тим арнасы, осы жақта YouTube, өзімнің каналымда осы жақта түсіріледі. Фон Тим арнасында да түсірілім осы жақта, өзің де осы жаққа келесің. Сондықтан да жеке жұмыстар бар. Соның барлығы қарбалас, уақыт табу қиын. Оның үстіне Алматыға бір арнайы бір үлкен жарыс болмаса, ұлттық құрама сияқты немесе клубтық деңгейдегі бір Лига чемпионов сияқты бір жарыстар болмаса, қазір бір сондай бір уақыт тапшы болып қалды Алматыға бар. Жалпы бір армандаған жұмыс қазір негізі. Футбол көру, футбол жайлы айту, ол туралы видео түсіру. Бірақ негізі арман ол футболшы болу деген арман болған ғой негізі. Бірақ сол футболдың айналасынан кеткен жоқпыз. Қандай позицияда ойнадың? Шабуылда ойнадым. Шабуылшы. Әлі де шабуылда ойнаймын. Бірақ кішкене әуесқой деңгей ғой енді бізде. Және әлі де сол шабуылда. Бірақ бұрынғы енді салмақ аз кездегідей емес. Қазір салмақ бар. Салмақты ойын көрсетемін. Салмақты ойын көрсетесің қазір. Салмақты ойын деген сол 5 матчта 1 гол соғу деген ғой. Ұлттық құрамадағы статистика екен ғой? Айбардан жақсы статистика. Айбар 5,5 жылда 30 гол соқты. Сонда жылына 5 голдан болып тұр. Жылына 5 гол. Ұлттық құрамада соқпаған ғой мүлдем. Шахтердің академиясында ойнадың ба? Жоқ, Шахтердің академиясы. Футболшы болсам деген арман жолында бір қадам жасамадың ба? Қадам жасаған жоқпын. Қадам жасайтын мүмкіндік те болған жоқ ауылды жерде. Сондықтан да оған қадам болған жоқ, жасаған жоқпын. Бірақ қалаға келгенде болды осындай. Студенттер лигасында ЕНУ-да оқыған кезде Е-лига болды, білесің бе? Студенттер лигасында чемпион болды ғой ЕНУ. Казгуды финалда жеңіп. Бірақ енді ол кезде ондай составқа ілінген жоқпыз, өйткені өзін бала кезден академия көрмегеннен кейін сүйек буын қатып кетеді. Е-лигада ойнадың ба, бірақ? Е-лигада ойнап, біраз дос таптым ол жақтан. Және студенттік өмірімді футболмен байланыстырып қызық болды. Сен 2016 жылы комментатор болдың ғой, алғашқы, иә? 2016 қысында. 10 жылдай болып қалыпты, 10 жыл болып қалды. Ең алғашқы матч сол 2000 қыста болған Ла Лигада. Содан бері қазір ұрып келатырмыз. Ең бастысы сол футболдан алшақтаған жоқпыз. Әлі де ойнап тұрамыз. Қазір енді кішкене азайып қалды соңғы уақыттарда, бірақ бұрын журналистер лигасы болатын, өзіміздің достармен жиі ойнап тұратынбыз. Әлі де бір қағар бар негізі. Аптасына неше матч көресің қазір? Аптасына санамайым, бірақ 10 матч кемінде. Мен кейде өз-өзіме таңғаламын, кейде Бетис пен Севильяның ойынын, Реал Сосьедад Малорка ойындарын көріп кетемін. Ол матчты көргенім, ертең мысалға сен Реал Сосьедад өмір бақи Малоркамен ойнамайды, мысалы Реал Сосьедад ертең Барсамен ойнайды, Кубокта мысалға Реалмен ойнайды. Сонда ақпарат та ол саған. Матч көресің и миыңа ақпарат жинайсың. Тіпті кейде дайындалуға жететпейтін командалар болады. Қазір негізі өмір салты жалпы матчқа дайындық болып кетті. Иә. Матчқа дайындық, және ол дайындық деген матчты көру. Кәдімгі матчты көру, сол жалықпай қойдым. Мен көп нәрседен жалығамын негізі, бірақ футболдан жалықпай қойдым. Ал комментатор болудан ше, матч жүргізуден? Жоқ. Жалпы Қазақстанда негізі ең көп матч жүргізгендер тізімінде топ 3-те екеуміз тұрмыз ау дейме? Сондай мүмкін. Өйткені қазір енді қазақша комментаторлар көп емес. Көп емес. Енді қазір
келе жатыр ғой, бәсекелестік енді артып келе жатыр, бұрынғыдай емес. Мысалы біздің поколениеда көп емес қой, 93-94-те де комментатор көп емес. Бұрынғыдан көп қой енді бірақ. Иә, енді бұрынғыдан көп, ал қазір тіпті біраз бар, қазір біраз жүргізеді. Сондықтан да матчтан жалыққан деген болмаған, бірақ ең басты менде проблема ол матчқа андай настрой құру. Настрой егер жақсы болса, көңіл күйім жақсы болса, ұйқым қанса, любой матчты айырып тастауға шамам жетеді. Ол кім ойнаса да. Кейде ол жаңа шабыт ашылмай қояды. Ол андай матчтан шаршағаннан емес. Білмеймін, енді ойынның бастапқы минуттары кішкене сол шабытты ашамай қалады. Кішкене бір вялый бастайды ғой, жаңа шыпсырарлық. Сондай матчтар қиын болады негізі. Чемпиондар лигасының плей-оффында мысалы сондай ден қоя алмай қалған мүмкін ба ондай? Жоқ. Чемпиондар лигасының топтық кезеңінен бастап, анау қазақстандық клубтардың іріктеуінен бастап, одан кейін бізде Казспортта плей-офф кезеңдерін көрсетеді ғой, жаңа Динамо Киев, Ференцварош дегендер плей-оффты бастап. 4-ші іріктеу кезеңі. Иә, 4-ші іріктеу. Сол кезден бастап жанасын ғой, Лига чемпионатының аурасы бөлек. Анау клубтар Лига чемпионатты құлпыр болса, мен өз басым сол Лига чемпионатқа ерекше бір не қоямын, настрой қоямын. Сен Казспорт арнасында сосын штатта жұмыс істейсің ғой? Иә. Түнгі матчтан кейін мысалы 4-те бітеді, 5-те бітеді. Үйге барам дегенше бірден ұйықтай алмайсың, 6 болады, 7 болады. 9-да қайттан жұмысқа бару керек, сол жағынан. 9-да бару керек емес. Енді өйткені ол жақта сондай не бар. Не деп айтады оны? Рұқсат бар. Түнгі матчта жұмыс істесең, онда кәдімгі уақытылы дем алып, ары қарай жұмысын жалғастыра беруге болады. Ондай жаңа 3 сағат ұйықтап келіп, шала ұйқымен жұмыс өнбейді. Сондықтан оны қарастырған. Ол жағынан не бар. Қазіргі комментаторларға, енді жас комментаторлар деп айтайын десек, өзімізде жаспыз ғой, енді оқша келіп отырмыз. Бірақ бір буын, мысалы, сен бар, мен бар, Есбол Қарағұл бар, Есет Төлеш бар деген сияқты олар, біз бір буын болып кеттік негізі, 94, 95, 96-лар. Есбол Қарағұлды бірге бастағанбыз ғой. Бірақ Есет қашан бастады? Есет кеш бастады, бірақ жасы бойынша бізге келетін сияқты. Жасы стилі бойынша 94. Енді 21-ші ғасырда дүниеге келген комментаторлар жарқырайтын бір кез келген шығар. Бізден кейін шыққан комментаторлардан қалай көңіл тола ма оларға, комментаторларға? Әлде қазір бір бұрынғы ағалар сияқты, қазіргі жастардан комментатор шықпайды деген әңгімелер басталып жатыр ма? Осы сұрақ негізі маған қиын ше. Өйткені мен адамды бағалай алмаймын бірінші кезекте. Бірақ та адамды бағалау үшін ол өзін жаңағыдай жасау керек қой, енді өзін проект жасау керек. Ол танылу керек, еңбектену керек, ол ерекшелену керек. Ол сенен ерекшелену керек. Менен, Ермаштан, Олжастан, Уалиханнан бөлек формат, бөлек стиль болу керек. Әйтпесе бізде қазақ жігіттерінің бәрін қоңыр дауысы. Мысалға, мен өзім кейде Жандостың матчын көріп отырып, өзім жүргізіп жатқан сияқты қолым. Жандос Байділда, ұқсатады. Мен өзім де ұқсатамын. Сондықтан да бөлек стиль және бөлек бір дауыс, ерекше дауыс керек негізі. Енді ол дауыс деген табиғаттан берілетін нәрсе ғой, бірақ стиль жағынан бір анық бір стиль мен көрген жоқпын әлі. Осы жастардан, менен кейінгі буыннан. Әрине енді бұл сөз саптау жағынан мен өзім ондай сөз саптауды бағалайтындай деңгейде деп есептемеймін өзімді, өйткені ол жағынан өзімді хромать етемін негізі. Ал былайынан стиль жағынан, тапқырлық жағынан ешкімді айтамаймын қазір, шыны керек. TikTok қуалайды, мен соған қатты маған ұнамайтын сол. TikTok қуалау, бір сөзбен хит болу, болмайтын әзіл, бір-екі рет көргем, оның атын кім екенін нақты айтамаймын, кім есімде жоқ. Сондай бір жағдай, бәрі емес, бірақ бір-екі жігіттер болды. Жаңағындай болмайтын әзіл айту, ол мен ойымша арзан хайп сияқты. Бірақ сен де мен де сол негізі танылғанымызға себепкер TikTok болды ғой, шыны керек. TikTok қай жылы келді? Оған дейінгі және одан кейінгі танымалдылығымыз бәрібір екі бөлек сияқты. Мақұл, сен Казспортта жүрген адамсың, мен мысалы сол Қураған гүл айтқаннан кейін негізі TikTokта қатты тарап кетті, қатты кәдімгідей бір уведомление деген жерде плюс 1000 болып тұрған еді ғой. Соған өзіміз кінәлі емеспіз бе? Біз мысалы сен неге кінәлі боласың? Жоқ, мысалы біздің танымал болуымызға TikTok себепкер болды ғой. Қазіргі жастар ерсін ерік сияқты болғым келеді деп TikTok қуалап кетіп жатқан жоқ па? Енді ол қуалай бергенді дұрыс шығар. Әйтеуір біреу ататты ғой, бір удачно біреу шығады. Шықпаса, ол өзіне әсер етеді, өзін көміп тастауы мүмкін.
бірақ енді біздің Он ерекшелігіміз ешқашан TikTok үшін деп істемедік қой, өзі сөйтіп. Мен өзім шынымды айтайын, мен TikTok үшін деп істемедім. Бір-екі рет істедім. Болмады ма? Болмады. Атпай қала ма керісінше? Атпай қалады. Болмайтын нәрсе, өз-өзін желкеден ондай нәрсе істедім мен де. Анау Рюдигердің көз жасы деген, сол негізі сен өзің ойлап тапқан нәрсе ма? Соны мен бұрын сенен дейін де естіген сияқты болып тұр, сондай бір сезім болды да менде. Жоқ, маған дейін ешкім айтпаған. Импровизация ма сол жерде? Ол импровизация болды. Өйткені анау білмеймін, өзі кішкене любой бір комментаторда, комментатор деген өнер адамы ғой негізі, енді сөйлей алу да өнер ғой. Сонда бір арқа қосып кетеді кейде. Андай жаңағыдай бір камбэк болған ойындарда, андай бір гол көп болған ойындар болды. Біз зрелищный ойында кішкене бір құтырып кететін бар мен. Сол кезде бір шығып кеткен әңгіме ғой ол. Бірақ ол жерде негізі оны оригиналында ондай емес. Оригиналында ортада бір болмай қалған бір сөздер бар, иә. Оны Фархат деген сол кезде СМ босс деген, мен қазір комментатор ғой канал. Сол кесіп әдемілеп салған ғой, неге Казспорттың жаңа несіне Инстаграмына. Содан кетті ғой. Ол жерде қандай еді? Бенземаның басы, Модричтің пасынан басы, Бенземаның басы және Рюдигердің көз жасы. Модричтің пасы, Бенземаның басы, Рюдигердің көз жасы. Монтажда істегенде сол үшеуін қатар көрсетіп жатқан сияқты. Негізі қатар көрсеткен жоқ. Қатар көрсеткен жоқ оны. Иә, оны қатар көрсеткен жоқ. Ол арасында бір план болды, бірақ соны кесіп әдемілеп жасап жіберді ғой. Сол Казспорттың монтаж жасайтын жігіттеріне рахмет. Себебі мен де Қураған Гүлді айтқан кезде, мен айтып жатқан кезде негізі жанкүйерлер көрсетіп жатқан. Сөйтсем монтажда жылап жатқан, Роналдудың жылап жатқан. Ал ол кезде мен Роналду әлем чемпионатынан сый алмай, бұл әлемге сый алмай деп сөйтіп айтып жатқан жерін монтажбен келтіріп. Тоңдырып тастаған өткен күнім, қурап солып қалды еткен гүлім, өткен баста ұйқысыз түнім, таңдар қайды еді төккен нұрын деп, Криштиану Роналду жылап кетті, қурап кетті. Сен не үшін жаттап жүрсің ол өлеңді? Мен негізі ол өлеңді арнайы бір жерде айтам деп жаттамағам. Өзім сол Қаракесектің сол ғана өлеңін білемін, өзі ұнайтын еді маған. Прям жаттап алатындай. Сондай берсем жаттала береді. Менде көп өлең сөзін беремін негізі. Не үшін екенін білмеймін. Бірақ өлең айтпайсың? Даусым жоқ. Бірақ рэп айтуға болады? Білмеймін. Даусым жоқ. Рэпке де дауыс керек шығар. Мен ол жерде негізі Мұхтар Шахановтың ақ көйлек кірлемейді деп кім айтты саған деген, кім айтты саған ақ көйлек кірлемейді деп, соны айтайын ба деп тұрдым да, сосын де қойшы, жасым 25-тен мен ақ көйлек кірлемейді деп отырам ба қазір дедім да, сонымен бір заманауи не айтайыншы дедім, есіме сол Қаракесек түсті де қалды. Шыны керек үйтіп сәтті болды. Енді бірақ сен оны TikTokқа бола істеген жоқсың. Және жоқ, TikTokқа бола істеген адам, мен айтайын ба, TikTokқа бола істеген адам, ол сол кесігінің жаңа видеоны отрезок дейді ғой, өзі салады, өзі таратады. Сен өзің таратқан жоқсың ғой? Жоқ, мен өзім таратқан жоқпын. Мен сосын өте бір ауыр болған сол сәттен кейін. Мен айттым оны, айтқаннан кейін Қазспорт телеарнасында айтып отырмын, кішкене шекарадан шығып отырмын ғой негізі. Сәл уайымдадым, бір сөз естіп қалам ба, бұл қалай болды, сәтті шықты ма, сәтсіз шықпады ма деп, сәтсіз шықты ма деп. Сосын Инстаграмға кіріп қалам, дайректіме келсем, бірінші комментарий, не айттың сен, анау мынау малсың ба, бір несесің ба деген комментарий болды да. Болды ма? Мен жауап тастай салдым. Жауап тастай салдым да, бір түрлі болып таңертең тұрсам, тағы да сол уведомление +99, қалғандарын оқысам, бәрі жақсы екен да, мен дәл сол болмайтын комментарийға түсіп қалыппын. Жоқ, бірақ мен сен ол жаңағы Қурағанға дейін сонда сен ешкім танымады деп айта алмаймын. Иә, оған дейін де. Жоқ, таныды ғой сені. Әрине. Иә, бірақ әрі қарай жандырып жеттіші. Қатты, екі есе, үш есе. Бұрын тек футбол айналасында танымал болған едік, ал ол Қураған Гүлден кейін медиаға шығып кетті. Әйтпесе мен Қураған Гүлге дейін соққы және гол болды ғой. Бірақ мен мысалы комментатор болып келдім ғой. Оған дейін менде бір 5 ай бұрын ғана мен курс бастап оқығам, мысалы. Ермұхамед Мәулен. Иә, 5 ай бұрын. Ал сен журналда жаздың. Қай жылдан бастап? Мен сол 2016 жылы журналда жаздым, бір айдан кейін матч жүргіздім. Бірақ мен журналда орысша жаздым. Бірақ 2016-тан бастадың, иә? Мен сосын комментаторлыққа олай дайындықсыз келдім негізі. Курс оқып дайындық болған жоқ. Бұл даланың ерлері дегенше ол енді дайындық шығар, ол енді импровизация емес шығар. Ол импровизация. Импровизация ма ол да? Өйткені ол өлеңді Қазақстан футбол федерациясының аккаунттары салып жүрді ұлттық құрамамен. И ол өлең жалпы хит болған ол кезде тыңдап жүргем. Сосын айтып отырмын ғой, жаңағы жеңгеннен кейін сен ол нені жеңдік біз?
Ирландияны жеңдік қой деймін, солтүстік Ирландияны жеңдік па, әлде Финляндияны ұттық па? Иә, Финляндия Ұмытып қалдым мен өзі, Финляндияны ұттық қой деймін. Сол кезде на автомате кәдімгідей. Ол Данияға қарсы матчтан кейін емес па? Жоқ, Данияға қарсы. Финляндия. Айтайын ба, мынандай нәрсе болған. Сарыарқаны хоккейін жүргізіп жатырмын. Мен ол кезде 2018 жыл. Хоккейді жүргізіп. Хоккей, Сарыарқа, ВХЛ. Сонда Сергей Янубаев деген Теміртаудың кісісі орысша жүргізіп отыр. Сонда екеуміз жүргіземіз да, мен ол кезде рамкадан шыға алмай жүрмін ғой, енді рамкадан шықпайсың ғой, сөйтіп жүрген кезде Янубаев келеді, Сарыарқа ВХЛ тұтады финалда. Ұмытып қалдым кім тұтатынын, біреу тұтады да, высший хоккейный лигада. Иә, ресейлік команда. Иә, ресейлік команда тұтады. И анау өлең айтады ғой жаңағы кісі, Янубаев. Анау не бар ғой, Champions деген өлең бар ғой, соны айтады. Иә, соған We are the champions. Иә, соған халықтың реакциясы, ан жердегі хоккей көретін өзіміздің кухняның жігіттері риза болып, анау мықты болды енді. Хоккейдің болельщиктері өте жақсы қабылдады. Сол қақып кеткен ғой менде. Негізі сол қақып кеткен. Неге бұлай істеуге болмайды? Содан еще бұл қақып кеткенге тағы да бір есіме түскені кезінде Стагниенко кеп лек соққан Астанаға. Сонда Стагниенко да осы рамка туралы айтқан. Спартак біреуді жеңеді, и бұл сол кезде жеңсе, по-моему, Максимнің өлеңі ғой деймін. Соны бұл қойғысы келеді ғой, айтқысы келеді, бірақ ол қыздың өлеңі, оны айтамайды. Иә. Содан, по-моему, солай мен қателеспесем, ол келеді да жеңгеннен кейін телефонынан қосып микрофонға естіртеді ғой соны. Оны мен білем, ол Ресейдің ойыны Испанияға қарсы матчта. Ресей, Испания ма? Станислав Черчесов бас бапкер болды да, ты просто космостас деген. Сол өлеңді қосты ма? Мен онда шатастым онда, иә. Сол өлеңді қосты, соны айтады ол бізге. Оның алдында Аргентина мен Жамайка арасындағы матчты жүргізді да, Аргентина Ямайка 5-0 дегенді ғой. Вот, соны телефоннан несіне микрофонына жақындатады. Сол атып кеткен. Ол бірінші рет істеген екен. Өзі айтты солай, мен бірінші рет істедім бұндай комментаторлықтың несінде деп. Соны бізге айтып берді, сол да қақып кеткен. Неде, қыртыста. Сол бар, жаңағы кім бар, Сергейдің айтқаны бар. Сонымен неге өлең айтып көрмеске деп өзі ойлап жүргем. Бірақ мына матчта біріншіден сен Қазақстан сырт алаңда ұтады деп ойламайсың. Екіншіден өлең айтам деп мен дайындалған да жоқпын. Жеңді, на эмоциях шықты, сол жарып кетті. Және сол ән iTunes'те бірінші орынға шығып кетті ғой содан кейін ба? Кәдімгідей хит болды ғой. Сборныйдың да несі ғой енді, еңбегі сенсациясы. Қазақстан-Дания матчы сен жүргізген ең күшті матч па? Иә. Ең жүргізген күшті матч, өйткені ол жерде өміріме қауіпті бір нәрсе болды. Мен секіріп келе жатырдым. Сен білесің ғой Астана аренадағы нені? Үшінші қабаттағы комментаторский отыратын парта бар. Стекло бар алдыңда парта. Содан секіріп келе жатырдым. Секіріп кеткенде ауып кете жаздадым. Өйткені как раз тағы берген гол соқты, Абат гол соқты, сол кезде уже ұстай алмай қалды. Дидар болды қасында. Бірақ Дидар ондай қатты эмоция болған жоқ. Дидар орнында тұрып секіріп жүргізіп тұрды есімде. Бірінші есеп 2-2 болған кезде кәдімгідей секіріп стадион дірілдегендей болды. Үшінші голда уже мен анау тізерлеп айғайлаған кезде уже кішкене кетіп қала жатырдым алға. Сол есімде қалып кетті. Ол сол хайптың патология болатын еді. Оны ешкім қайталай алмайтын еді. Бірақ енді сен одан кейін аман қаласың ғой. Сол хайппен қайтып кетсең. Зато сенің атында турнир болатын еді қазір. Бильярд па? Бильярд бол. Сол ең топ матч болды, иә. Топ матч болды. Ол кезде енді қазір енді бүкіл жерде жүр ғой сол. Нені хайлайтстар, федерацияда аккаунтын көрдім, басқа пабликтерде да легендарный матч. Қуанам сондай ойынға түсіп қалған. Ол ертең құдай қаласа 50 жылдан кейін де қойылады ғой. 50 жыл бұрын Қазақстан Данияны ұтқан деп. Иә, конечно. Жүрейін деп тұрсың. Сосын сенің Астананың матчын жүргізгенде Вильяреалға қарсы ойында Джуниор Кабананга гол соққан. УЕФАның несінде жүр ғой, иә, басталатын. УЕФАда анау жеребе басталатын алдында заставкасында Кабананга деген, Пинто деген кісі жүргізген жеребені. Оны мен аяқта қазақша өзім жүргізіп отырмын эфирде. Сонда өз даусымды өзіме шок болдым мен ана жерде. Ойлаңыз, Неонда ана жерде бүкіл командалардың делегациялары отыр. Сонда Қазспорттан звук алған олар, көрдің ба? Қазспорттың звугын алған олар. Өйткені олар особенно эмоция іздейді ғой. Жаңағы менімен бірге сол кезде басқа да комментаторлардың дауысы жаңағыдай өзі ағылшындар солай жүргізеді ғой. Гол деп жаңа айғайлап. Сондай эмоциямен ол да нетіп кеткен, ұқсас болып кеткен ғой мен айғайлағаным. Сонымен тығып жіберген.
ол әдемі болды, қатты қуандым соған. Негізі басқасы басқа, соған оны өзіме салып та қойдым. Негізі енді көп адам ол жай нәрсе шығар, бірақ ол мен үшін үлкен бір қуаныш болды негізі. Иә, шынымен де жалпы қазақтың комментаторы үздік деп сонда УЕФА таңдап бүкіл әлемге беріп отыр ғой. Иә, ана тұңғыш жерде. қазақ. Сондай болды. Тұңғыш қазақ демекші, Қатардағы әлем чемпионатына бардың ғой сен, иә? Иә, Бұл жерде неге матч жүргізбедіңдер? Мысалы, осының алдында Ресейдегі әлем чемпионатында, оның алдында Бразилиядағы әлем чемпионатында комментатор сонда отырып жүргізді, ал Қатарда сен репортаждар ғана ұсындың, иә? Мен ол жағына біріншіден жауап бермеймін, мен білмеймін. Оны қаржыға тірелетін шығар енді бәрі. Сондықтан да ең бастысы бұл жерде біз барып, сол жақта хабар таратып, сол жақта кішігірім студия жасадық. Соның өзі мен үшін үлкен опыт болды. Ол жақта қызық оқиға көп болды негізі. Катар деген өзі андай жабық мемлекет қой, тәртібі қатал, адам жұмыс күшіне ақша аямайтын мемлекет екен. Сондықтан да қызық өте көп болды. Жаңағында европейцтарға ішімдік болмағаны енді қызық емес болған шығар. Бірақ маған тәртібі, жаңағындай олардың менталитетімен жұмыс істеу кәдімгідей біраз есте қалды. Бір қызығы мынандай болды. Мен студия жасап жатырмын, сыртта стендап жазып жатырмын. Қасында оператор бар. Содан бәріміз енді рюкзакпен жүресің ғой. Рюкзакты қоя саламын, осындай бір жасыл шөпке. Содан стадион сыртынан стендап ұрып тұрмын, жазамыз да кеттік монтаждаймыз деп кетіп қаламыз. Кетіп қалсақ, ноутбук жоқ, монтаждайын десек. Қақты, тастап кеттім деп. Ана медиазонадан жаңағы стендап жасаған жерге жүгіріп келсем, ана жерде 15 па, ондай не тұр ғой, охрана тұр, қоршап алған астын енді. Рюкзакты. Бомба деп ойлап тұр ғой енді. Как раз сол кезде анау Стамбулда ма бір әйел тастап кетіп еді ғой бір неге аллейкаға рюкзакты, есінде ма? Түркияда болды. Стамбулда болды, помню. Сол бір өшіп тұрған кез ғой деймін. Қара рюкзактан қорқады ғой енді бәрі. Содан қоршап алған. Мен ағылшыным жаймай болып тұрған жерде барам, кет дейді маған, жақындатпайды. My back деп айтып отырмын ғой. Меня зовут Хан, я не террорист дейді ма? Иә, менікі десем жоқ дейді, сенбейді маған. Содан ана бүйтіп пышақ немен де ағашпен бүйтіп түртеді, ит келеді, түртеді. Ана жерде бір 15 минуттай тұрдым, 20 минут тұрдым. Түртіп, все, ештеңе жоқ деді. Сенікі ма? Иә, сенікі алып. Айғайлап тастады ана жерде маған. Түсініп атқан жоқпын, жаңағындай бір сүре айтып атқан сияқты болды маған. Сөйтіп арабтар ғой, ұрысып тастады, мен түсініп тұрмын енді, иә, кешірім сұрадым да, сөйтіп кетіп қалдым. Сондай бір қызық оқиға болды, иә. Бомба деп ойлады олар. Әлем чемпионатын стадионда көрермен болып көрген жақсы ма, әлде телеарнада комментатор болып жүргізген, бірақ Астанадағы студиядан жүргізген жақсы ма? Мысалы, былай мысалға келді. Сіздер ошол Уэльсқа бардыңыздар ғой? Иә. Сосын Лихтенштейнға бардыңыздар. Маған сол жаққа барғаннан жүргізген жақсы болды негізі. Өйткені ұлттық құраманың атмосферасын мен сырт алаңда көрдім ғой енді Уэльсға барған кезде. Ұлттық құраманың ойыншылары андай не болды маған, жабық жүрді сол кезде, маған сондай болды. И мына жақта, енді ол жақта сен жүресің, көресің, қызық, сөйлесесің, бірақ сол ойынды мына жақта комментатор жүргізген маған әлдеқайда қызығырақ болды негізі. Басқаша эмоция болады, басқаша жеткізу болады. Ұлттық құрама деген бөлек қой. Ал Катарда жүрген кезде стадионнан көрген, финалды көрген қызық болды. Роналдудың, Мессидің ойын көрген қызық болды. Әсіресе Нидерланды, Аргентина матчесінде ма? Анау кім? Иә, 2-2 болып па? Пенальти сериясына барды ғой. Нападающий бар ғой, кім голландец, соққы кетеді ғой. Вегорс па? Вегорс, да. Содан кейін Эмиуға ауысты ғой. Сол Вегорс соққан гол. Месси боқтап берді ғой? Иә, Аргентина мен Францияның финалы, сондай матчтар қызық болды. Ал жаңағында кейбір ойындарды, осыны бір жүргізсем ғой деп отырған кездер де болды. Ең дұрысы стадионда отырып финал жүргізу ма? Иә, стадионда отырып финал. Мысалы, стадионда отырып сборныйдың ойын жүргізу деген бөлек қой. Ана Грекияда жүргіздік қой біз. Грекияға барып жүргіздік, Словенияда барып жүргіздік, сырт алаңда. Вообще бөлек ана жерде бар ғой. Сырт алаңда деген. Мен Қазақстан Норвегия матчын жүргіздім. Алматыда. Маған ұнағаны бәрінен бөлек, ұнағаны стадионға кірген кезде бәрі сұрайды ғой, сен бүгін жүргізесің ба, сен мен бүгін жүргіземін деп адам жиналған 20 мың жанкүйерден өзіңді бір бөлек сезініп жүресің. Мен жүргіземін. Жауапкершілік қой ол. Қуанышты, өйткені сен ойла енді. Біріншіден комментаторлар көп қазір. Сен солардың арасында таңдалып тұрсың. Екіншіден сен қанша миллиондаған адамға сен сол матчты жеткізуің керек. Ол да бір жауапкершілік қой. Сондықтан ол әдемі.
Криштиану Роналдуды да Мессиді де көрген адамсың ғой. осындай жерден Екеуін бүйтіп. Суретке түспей түсе алмады. түскізбей ма сонда? Түскізбейді, жақындатпайды. Жоқ, мысалы сен Тони Кросспен суретке түстің, Модричпен түстің, Модричпен. Жоқ, негізі бар ғой, Германияның бәрімен түсетін шанс болды, мен өзім түскен жоқпын. Мюллермен де болды, Киммихпен де болды, Рюдигермен де болды, бірақ мен өзім тартылған жоқпын, өйткені басым айналып қалды ғой. Тони Кросс бірінші шығады өйткені. Бірінші шығады да, хоп, соны ұстап аламын да. Ананы өзім көргенше, аналар өтіп кетті уже, көріп, ананы жіберіп, братандарға жіберіп. Сол өкінем, сосын да жіберетін ем ғой деп. Есімде қалсында енді Кросстан. Енді ойлас енді, Германияда Кросстан басқа кім бар? Болды ғой. Қазір негізі бар ғой, көп қой. Иә, фотоға түсетін деймін да, сол кезде енді особо болған жоқ қой. Рюдигерді менсінбей отырсың ғой. Енді ана фотоға қарап қалдым, басым айналып, мынау шын ба деп ойлас енді. Мен мысалға 2010, 2012, 9-10 оқып жүрген кезде ауылда футбол көріп отқан баласың ғой. Кішкентай ғана ауыл, соны футбол көріп отқан баласын. Соны көрген баламын ғой, мен Баварияда 31-ші нөмірде ойнағанын көргесін, Реалда ойнаған, енді сен соның қасында тұрсың да, сен ана жерде басың айналған, жайма деп қалдым мен. Қандай жол жүріп өттім дедім бе өзім? Иә, өз-өзіме ырза болдым біріншіден, екіншіден. Қарағанды облысынан Қатарға дейін жетіп. Қазспортқа рахметімді айттым мен, андай шанс берген. Әлем чемпионаты екін бір андай болып. Барар енді, көрермен болып барады, бірақ сен ана медиа зонаға кіру деген ол бақыттан ол кәдімгідей. Мысалы мен жаңағы Франция сборныйының бәрін жақыннан көрдім ғой. Бірақ бірге семейный жиналады олар после матча. Жоқ, оны біздің соққыда айттың ғой сен. Иә. Соған кіріп кету деген вообще ол бақытты басқа. Евро кезінде Ерсінмен шығарылымыз бар, соны көрсеңдер болады, күшті сол жерде. Қызық болды. Не істеп жүрсің деп бұған. Кәдімгі отбасылық жиын. Иә, отбасылық жиынға кетіп кеттім. Бізде соққы Life YouTube арнасында топ 100 деген формат бар. Біз Дидардың топ 100 футболшыны ұсындық. Әлімжан Тасболатұлын Драгба деп нетіп атқандарың ғой, дауласып бір. Енді Бексұлтан Кеулен-Қостікін дайындап жатырмыз. Ол осының алдындағы топ 100 35 мың қаралым жинағында шығады деп отырмыз. Енді шықты ма? 32 мың, 33 мың болды. 2 мың адам қалды, кіріп көмектесіп жіберсеңіздер күшті болады. Сенімен де болашақта біз топ 100 түсірсек деп отырмыз да. Енді қазір 100 футболшыны талдап отыру қиын шығар, бірақ бір қызық болсын, тұздығы болсын, топ 10 қандай сен үшін? Сен көрген футболшы болу керек бірақ. Мен көрген? Иә, мысалы қазір Марадона, Пеле дейміз да, бірақ көрмедік қой. Көрген дегенде былай телевизордан да бола береді. Бола береді. Иә, жоқ, мен Марадона, Пеле деген мен айтпаймын. Шынымен мен мысалға анау Кафулардың да Роберто Карлостың ойынын көрмегенмін, оның ойында. Жалпы екеуміз замандаспыз ғой. Иә, тікелей эфирде. Көрдік, бірақ еміс естіп. Еміс. Иә, мен былай өтірік айтпай ақ қояйын. Енді 10-шы орыннан бастасақ, мысалы. Так, 10 футболшыны жүйелеп алу деген, жарайды, былай айта берейін. 100 футболшыны бірақ қиын ғой негізі, 100 жүйелеу, ананы 78-ші орынға қою деген не деген. Өте қиын. Ол мысалы 10-шы орын, 10-шы орынға кімнен бастаймын? Бәрінен ұят болып қалады ғой, мынадан бастаймын деген. 5-ке дейін орындар жоқ, былай сен 10-шы орынға Роббен қойын. Арен Роббен. Өте жақсы көремін. Сол аяқпен ойнаудың стилін қалыптастырған, сол аяқпен ойнаудың патологын қойған Роббен. Көргем ойын. 10-шы орынға қоям. Одан кейін 9-шы орынға кімді қойға болады? 9-шы орынға қазір көрген футболшылардан Барселонадан Бускетсті қоям. Иә, Бускетсті қоям. Неге Бускетс үздік ондықта болмайды? Бускетс дегенің кәдімгі Барселонаның ойынын бір ортасын қойып кеткен футболшы деп есептеймін мен. Қазіргі мысалға мынау Касано, Касадо ортадағы ойыншылар сол Бускетстен үйренген, көбісі ойын стилді. Де Йонг да мысалға сол Бускетстен асып түсіп жатқан жоқ. Соның бір аналогтары деп ойлаймын енді. Әркім өзінің ерекшеліктері бар, бірақ Бускетсті қояйын. 9-ға 8-ші орынға Каканы қоям. Көрдің ғой Каканы ойын. Көрдік қойын, Каканы ойын көрдік. Каканы ойын Миландағы ойын үшін қоям. Өйткені Реалда ойын үшін қоймаймын. Қосалқы құрамдағы. Иә, Реал Миланнан кетіп қалғаннан кейін маған Кака деген футболшы мүлдем ұнамай қалған. Оның өйткені артын ойламай сөйлегені, Миланнан кетпейтіндігі жайында уверен айтатын. Сол, бірақ Миланда енді кәдімгі Кака болды. Сондықтан да 8-ші орынға Каканы қояйын.
Жетінші орынға қазіргі футболшыларды мен мысалға 2000-нан былай қарай айтқым келмейді, өйткені әлі өздерін көрсеткен жоқ. Жаңағы Асенсио, Мбаппе, Ямал дегендер әлі бір 10 жыл ойнасын өз деңгейінде. Сосын айтамыз. Жетінші орынға келдің ба? Иә. Жетінші орынға Модрич. Жетінші орынға Модрич, алтыншы орынға Кросс. Сөйтіп бірден айтайын. Екеуін бірге бөлмей. Иә, ол не үшін екені ол түсінікті. 5-6-ға не үшін екеуін қойып отырған. Енді қарап, Хави мен Иньеста қалып отыр. Зинедин Зидан. Роналдо, Рональдиньо. Оларды қосасың ба тізімге, көрдің ба былай? 5-ке дұрыс есіме салдым, мен Роналдиньоны қосам. Өйткені Роналдиньо деген енді. Ондай футболшы жоқ, ондай футболшы болмайды, мен ойымша. Әрине. Болмайды. Сиқыршы. Иә, сиқыршы. Төртінші орынға мен Иньестаны қосам. Неге айтайын ба, Хави емес Иньеста. Өйткені Хави маған ойыншы ретінде ұнағанмен, бапкер ретінде ұнаған жоқ. Ол әсер ете ма сен рейтингіге? Неге әсер етеді? Футболшы ретінде сұрап отырсың сен. Әсер етеді. Маған Иньестаның ойыны қаттырақ ұнайды. Өйткені Иньеста бұл футболға деген сондай өзінің махаббаты бар. Ол команданың беделін таңдамай Жапонияға кетті. Висель Кобе командасы. Сонда тізімде Хави болмай ма? Болмайды. Бускетс болады бірақ. Бускетс болады. Неге? Неге? Өйткені енді сен менен 11 футболшы десең, 11-шіне қосуыма болатын еді. Енді Хави мен мүлдем жаңағындай үздіктерім қатарында жоқ деп айтамаймын. Бірақ мен енді жақсы көретін, өзіме ұнайтын футболшылардың қатарында жоқ. Бірден есіме түскен жоқ. Иә, өз таңдауым ғой. Сондықтан да бұл жерге мен Иньестаны қосам, сосын 3-ке Зиданды қосам, 2-ке Месси, 1-ге Роналду. Роналду бірінші орын сен үшін. Ал анау Роналду, енді оның ойынына мен қанық болған жоқпын. Иә. Үлгере алмадым демей ақ қояйын енді. Ол үлгере алмады. Иә, оның үстіне мен неге көре алмадым? Мысалы мен ауылдамын ғой. Ауылда бізде спортивный канал көп болған жоқ. Ауылда интернет болған жоқ кезінде. Ауылда КТК, сосын анау Таң, Қазспорт, Лига чемпионов солардан ауысып көріп жүрдік қой. Ал ол кезде де мен Роналдудың ойынын көрмеймін. Оның өзі Қазспорттың өзі 2013-те ашылды ғой, иә? Роналдуды айтсаң, сен ол кездегі біразын айтуың керексің. Неге Криштиану Роналду бірінші орында? Мысалы, мен жаңа Каканы айттым ғой. Yeah. Кака маған ұнайды, өйткені мен Какамен мен 2009 жылдан бері симулятор PES ойнаймын. 2009-дан бері. Сонда мен Адрианоны да қосуыма болатын еді. Мысалы, маған Адриано деген өте қатты ұнайтын футболшы. Солақай білесің ғой. Бірақ енді Адриано қосылып, ана жақта Хави болмай қалды. Иә, енді ол парадокс болады кішкене. Роналдо болмай қалды. Иә, бірақ жаңағыдай менің қатты есімде қалып кеткен футболшы, енді сол заманда мен футболдарын көрген жоқпын. Мысалы, мен Боян Кркичтің ойын еміс-еміс есімде. Бірақ олармен қатты ойнағанмын мен PES-те. Мессидің двойнигі. Иә, PES-те мен олармен қатты ойнағанмын. Жоқ, сен мен алдала бұл сұрақ қоймай, дайындалмай айтып отқаннан кейін дұрыс қой. Иә, мен Деконда қосуыма болатын еді. Деконы. Декомен де қатты ойнағанмын. Сол жаңағы бәрі сол PES-те. Жоқ, сен ол бірақ PES-те қайтып ойнаған какая разница? Енді ол сол кезде де жанып жүрген ойыншылар ғой. Жоқ, саған ұнайтын футболшылар тізуіміз керек қой, біз ойын ұнайтын. Иә, енді олардың ойындаған деп тұрмын ғой. Содан кейін сен PES-те таңдайтын. Иә, содан кейін бір команда топтастыратын деп айтайын саған. ФК Ерсін деген команда болатын. Олардың салмағын, бойын бәрін өзіртіп тастайтынмын. Здоровый болып, мынандайлармен ойнайсың ғой, сосын жаңағындай жасап алып. Сол кезде үздіктер топтастырғанда мен мысалға Златанды да қосатынмын командаға. Ал енді сен қазір енді тосыннан былай қойғаннан кейін бірден есіме түскен ойыншылардан. Иә, бұл өте жақсы осы. Бірден еске түскен топ 10 футболшы дейді. Сол шынайы болады ғой. Неге Роналду бірінші орын? Неге Месси емес? Екеуі де талант, екеуі де жұлдыз, екеуі де енді мойындатқан футболшы, бірақ Роналдуға еліктедім ғой енді бала кезде. Роналдуға еліктедім. Роналдудың ойыны қаттырақ ұнады. Оның ол жанкүйерлермен байланысты өте жақсы дейтін ғой. Трешток деген нәрсе істейді ғой мысалға жаңа. Енді ол трешток деген до матч жаңа до боя бірдеңе істеп жатады, бірақ оның матчтағы голдан кейінгі празднование, оның медиасы Мессиден мықтырақ жұмыс істеді деп ойлаймын мен. Әлде маған солай ма,
содан бастап Роналдудың ойыны маған қатты ұнайды. Бірақ Мысалға Роналдудың жасаған финтін Месси жасамайды ғой. Мессидің Атлетикке қарсы ойын несінде ма, анау центрдан керіп шығатын. Әңгіме жоқ, бірақ ол бірақ матчта істейді ғой оны. Бірақ ондай өмір бақи істемей кеткен басқа миллион футболшы бар ғой. Иә, жоқ, Роналдумен салыстырып отырмын. Ол бір матчта істейді, екінші матчта істемейді. Сосын сен Роналдудың Ювентус қақпасына, Буффонның қақпасына өзінен асыра соққан голында комментатор болдың ғой. Иә. Енді бастап жатқан жас комментатор. Ол маған удары болды. Евгений Акмановпен бірге жүргізген едің ғой. Ол маған еще Акманов деген мен мысымды басып тастады. Акмановты мен бала кезден танимын ғой, дауысын білемін, түрін білмеймін. Сондықтан да анандай комментатормен бірге жұмыс істеу деген сені өшіріп тастайды біріншіден. Содан кейін анау жаңа именно сол матчта соғады ғой, жаңағындай голды. Шедевр гол ғой. Өзінің де үздік 10 голының қатарына қосатын шығар соны. Еще Буффонның қақпасы соғып отыр, басқа емес. Еще ол кездегі Ювентустың оборонасы ана Банучилар еді. Сондықтан да ол кезде бір ашыла алмай. Жоқ, жақсы берді ғой. Құдай-ау. Иә. Буффон ішінде осындайды айтады екен ғой деген. Карвахальдың пасынан кейін. Есімде қалып кетіпті, иә. Қазіргі футболшылардың ішінде топ 1 Мбаппе ма сен үшін? Жоқ. Шабуылшыларға қарайсың ғой, бәрі өзі шабуылшы болсын. Шабуылшыларға, иә, өзіммен гол соққан жақсы көретін адам болғаннан кейін шабуылшыларға қарайсың. Қазіргілердің ішінде Лукаку маған ұнайды. Неге? Сол ойын стилі ұнайды. Қазір Лукакудың ойынын көре берсең, футболда Лукаку сияқты ойнайсың ғой. Дене бар, салмақ бар, допты корпуспен жауып аласың, ешкім сенен доп ала алмайды. Екі жағынан екі братаның ашылады, командалы соған пас бересің. АПЛда ойнағанда маған да ұнайды Лукаку, бірақ ебедейсіз ғой енді. Мен де ебедейсіз бе негізі кішкене. Өзіме ұқсатам. Сол үшін ұнайды Лукаку. Өте, мен шыным керек, ешкім күтпеген жауап болған шығар бұл. Неге? Мысалы сен қара, мысалы маған Эвертон деген команда қатты ұнайтын. Иә. Кезінде. Бұл Эвертонда жүргенде өте көп гол соғатын. Бірақ топ 6 командасына соқпайтын. Вот. Маған ондай топ 6, топ 5 деген ол кезде мен статистика санамағам, чисто былай ойыны маған қатты ұнайтын Эвертон. Мен жаңағында FIFA ойнағанда да Эвертон таңдап ала бердім. Джеймс Коулман дегендер ойнады ғой жаңа. Сол Эвертон маған ұнайтын. Лукакудың қазіргі ойында маған просто андай ғой, жол болмайды, трофейге жол болмайтын ойыншылардың бірі. Ал Мбаппе дегендерді әлі мойындамаймын мен. Өйткені бала ма сен үшін? Әлі бала ғой. Енді жоқ, енді неше жыл болды Мбаппені жанып жүргенде, көп болған жоқ қой. Көрсін, алсын. Бірақ енді нені алады басқа саған? Не керек? Әлем чемпионатын алды. Чемпиондар лигасын құдай қаласа алатын шығар енді. Алайын деп тұрған сияқты. Алда 5 жылда бір алады ғой кемі. Иә. Мен 5 жылда алатын шығар, иә. Бірақ Мбаппеге уақыт керек деп ойлаймын мен әлі. Мбаппеге, Ямалға, айтып отырмын ғой, 6-7 жыл тұрақты ойнамаса, ол албаса әңгіме ғой. 2018 жылы чемпион болған Килиан Мбаппе. 7 жыл болды. Жоқ, сен 2018-бен, мысалға 2022-дегі Мбаппені салыстыр, 2018-де Мбаппе қалай ойнады? 2022-де одан да жақсы ойнады. Финал Аргентинаға қарсы Мбаппе Жоқ, 22-ні айтып тұрсың сен? Иә. Мен жоқ, 22-ден, мен 22-ні айтып тұрсың, 18-ді айтып тұрсың сен енді. Ресейдегі әлем чемпионаты айтып тұрсың сен. Ресейдегі әлем чемпионатында чемпион болды ма? Иә. 2022 жылы вице-чемпион болды. Иә. Бірақ 2018-де маған Мбаппе бір команданы тащит деп айта алмаймын. Ал 2022-де мен Мбаппенің ойынын көзімен көрдім стадионда. Сондықтан да енді бір андай топ тарихта қалатын деген білмеймін. Әлде бізді Роналду мен Месси жаман үйретіп жіберді ғой деймін. Жаман үйретіп жіберді. Бірақ сол Роналду мен Мессидің ізін басады деп ойлайсың ба? Ойламаймын. Баспай ма? Баспайды. Жақындай ма? Қиын ау. Ол бір жақын арада Роналду мен Мессидің бәсекелестігін. Енді УЕФА жасайды ғой, бәсекелес жасайды, интрига жасайды, алтын допты біреуін Ямалға береді, біреуін Мбаппеге беріп қою мүмкін. Бірақ білмеймін. Қазіргі олардың режимімен, Мессидің режимімен, Роналдудың режимімен жүру, оның үстіне бұларға, бұл европейцтарға қыздар әсер етеді ғой. Әйелі, семейный жағы. Сен енді қара, мысалға Мессидің семьясын қара, әйелі мықты адам ғой. Свадьбасы қашан болды, неше баладан кейін болды. Ол да әсер етеді. Роналдуда семьясы қызға деген несі біраз жүрді. Анаған бір барды, мұнаған бір барды. Көп деген футболшыларға семейный проблема әсер етеді ғой. Мысалға Икарди. Не болды? Не болды? Мықты футболшы еді, мықты шабуылшы ғой Икарди. Карьерасының бычыты шықты. Неймар.
Неймар енді қыз құмар, Неймар ойын құмар, Неймар туса құмар. Не болды ақыр? Бразилецтің бәрі сондай десең, сен Роналду Зубасиктан ұят болады, Роберто Карлостан ұят болады, Роналдунядан ұят болады өйтіп айтсаң, анау Кафуларынан ұят болады ғой мысалы енді. Бразилецтің бәрі жаңағыдай не құмар десең, карнавал құмар десең. Неймар қандай мықты футболшы еді. Неймарды қосуға болатын еді осы жерде. Любой топ нәрсеге. Бірақ Неймар өз-өзін құртты. Өз-өзін құртты. Жалпы болашақта онда сенен топ 100 күтеміз, Ереке. Мұхаммед Салахты қосам оғанда. Дайындап топ 100. Оған енді Мбаппе кіретін шығар топ 100-ге. Жоқ, Мбаппе кіреді. 100-ден енді ондай бір. Ромело Лукаку да кіреді. Иә, мен көрген уақыттан бастап, футболды қатты көрген уақыттан бастап 100 футболшыны смело шығаруға болады. Жаңағыдай немен тап бір жаңағыдай соңғы ондығына жай біреулерді қоса салуым да мүмкін. Өйткені мен бір ойыншының футболына бірден бір ғашық болып кететін адам емеспін. Сондықтан сен әлі Мбаппені мойындау үшін әлі уақыт керек деп отырсың ғой. Әлі уақыт керек деп ойлаймын, иә. Рахмет, Ереке. Жақсы бір сұхбат болды. Бізде Құдай қаласа осы видео жақсы қаралым жинап, лайктар көп болса, біз екінші бөлігінде түсірейік. Әлі сұрайтын әңгіме өте көп негізі. Қазспорттың да, Қатардағы әлем чемпионаты бар, алдағы әлем чемпионаты бар, Өзбекстан ойнайды мысалы ол әлем чемпионатында. 3 елде болатын ба? Өзбекстан қай елде ойнайды екен, қызық сол. Бөлетін шығар енді, бәрін бір елде ғана ойнамайды шығар. Өзбектер өте ма? Өтіп тұр, 99,9%. Өтпейді деп ойлайсың ба не? Жоқ, өтеді ғой енді. Мүмкін емес шығар, өтпейді. Жоқ, просто жаңа шынымен де өзбектердің ойыны өткенде қырғыздардың ойынын көрдім, жалпы Иранның ойынын білемін. Жаңа өткенде жаңа кім Али Алиевтің айтқанын айтамын да, аналар алып қояды негізі біраз Европаның командасын. Бейне бір Грузия сияқты болайын деп тұр ғой Өзбекстан құрамасы. Жанкүйер боламыз енді. Әрине. Оған Қазақстан да шығып кетсін мысалы, бізде әлі мүмкіндік бар ғой, енді басталды ғой. Мүмкін намыстанып өзбектер шыққанда біз де шығуымыз керек деп. Ол да мүмкін, кім біледі. Түк сенбейсің ба? Жоқ, сенесің ғой, жақсыдан үміттенесің ғой. Елдос Ахметов ағам айтты, сеніңдер де. Сен үшін маған кайфанешь деді ғой. Конечно, сену керек. Енді бізде прогресс бар ғой, ол прогресс ойында болмаса да, бізде басқа айналасында прогресс бар. Мысалы, журналистикада, комментаторда, футболистикада прогресс мықты. Міне екі комментатор отырып, әңгіме айтып отырып. Конечно, мысалға Елдос кеше ғана футболшы болған, қазір бапкерді көмекші, ол прогресс емес, прогресс. Сен мысалға Сербиядан біреуді әкеліп отқан жоқ қой? Иә. Жұмас Қалиев жүр, Алиев жүр. Мен ойлаймын, ертең жарайды енді Алиев қашанға дейін қалатынын білмеймін, но шетелден бір бапкер алып келсе де, көмекшілері сол Али Алиев, Елдос кім қалады сияқты, өйткені олардан артық білетін шетелде маман таппайсың, қазірде Қазақстан таппайсың. Тамаша. Рахмет, Ерсін. Егер видео қаралымы көп болса, біз Ерсін екеуміз онда осылай жиі әңгімелес отырамыз. Екі достың әңгімесін тыңдағыларыңыз келсе, комментарий жазып кетіңіздер. Бөлек бір проект ашылайық. Әр айдың соңында мысалы ше. Жақсы. Екеуміз отырып, бір Әлімжан, бір Ерсін бағдарламасы. Екі достың футбол жайлы әңгімесі бағдарламасы осымен аяқталды. Тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет. Міндетті түрде лайк басыңыздар. Ерсін Ерік, рахмет. Рахмет үлкен. Жақсы.